Так, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Жалпы обещать еткендей бүгінгі күнге, то есть өтіп кеткен күнге разбор жасайық. Яғни вторник күнге жалпы понедельник бізге қандай информация қалдырды. То есть жалпы мен конечный цель мынау фрактал деп айтқан болатынмын. Но бізде против мына жақта ПДХ мен жұмыс бар и плюс азиатский сессиямен жұмыс бар. Және де азиатский сессия как бы мен қалағандай не істеген жоқ, ашылған жоқ. То есть бізде азиатский сессия ашылған кезде часовой фрактальный ликвидностьпен жұмыс жасап, локальный как бы бір ордер флоу берді. И осы информация арқылы азиатский сессияның мен закрытый серверде айтқан болатын, чтобы факторлар шортты көрсетіп тұрдық. И бірінші цель мен үшін как бы PDL болады деп айтқан болатын, бірінші таргет. Екінші таргет ол өзімнің ТС бойынша созылып отыр. То есть основной менің прибылім PDL-де фиксация жасалынды, қалғаны уже как бы свинг трейд ретінде уже келесі күнге қалып отыр. Жалпы енді қалай біз позиция алдық. То есть мен младший таймфреймде қолданған жоқпын мүлдем. Байқасаңыздар, менде модели фода әртүрлі болады. То есть определенный бір модели фода жоқ. То есть менің торговый стратегиямда бірнеше модели фодалар бар, ситуацияға байланысты. Енді азиатский сессияны көріп тұрмыз, что фракталмен жұмыс жасаған и плюс агрессивный түрде біздегі полностью лонговый движениені не істейді, поглощать етіп, полный инвертировать етеді. Енді Франкфуртты мен пропускать етемін деген болатын серверде. Получается, Франкфуртта біз как бы часовой фрактал алдық, то есть часовой имбаланс алдық. Но более младший таймфреймге, то есть 30 минутный таймфреймге өтетін болсақ, бізде жоғары жақта тағы да бір фракталды көруге болады. То есть кешірім өтінемін, фракталды имбалансты көруге болады. То есть 30 минутный имбалансты көріп тұрмыз. Яғни мен именно осы имқа не істедім, тест күттім. Және лимитқа қойып қойған болатын осының началасына. Стоп менде азиатский хайдың үстінде тұрды. Жалпы цель PDL, бірінші таргет, екінші таргет уже как бы основной таргет. Жалпы өте тамаша бір сделка болды. То есть өте жылдам десем де болады. Нью-Йорк сессияда особо бір нормальная сделка қарастырған жоқпын, но мына жақтағы противоположный инверсиядан тағы да бір позиция алуға мүмкіндік берген болатын. Бұл позицияны енді мен мына жақайдың созып отырмын. Енді пока ожидать етеміз, пока без убытка қоймаймын. Азиатский сессияның информациясы арқылы дальше ары уже шортқа жұмыс жасайтын боламын. Жалпы барлық жұмыс по контексту болып отыр. Өздеріңіз көріп отқандай, особо күрделі ештеңе алынып отқан жоқ. Чисто контекстегі жұмыс. Жалпы күн түсінікті болды деген үміттемін. Енді келесі күнге қандай идея, то есть бізде данный момент азиатский сессия фракталмен жұмыс жасап отыр. Если азиатский сессия агрессивный түрде закреп беретін болса, әдеттегідей Франкфурт Лондонда коррекция и дальше ары уже основной цельге и одан ниже, ближайший фракталға дейін қарастыратын боламын. Жалпы енді пока что локально шорт, өткенде айтып кеткендей недельный фрактал бізде мынау точка етін. Именно новый месяц ашылғаннан кейін бізде кішігірім манипуляция болады. И потом уже осыдан кейін основной может быть лонгты бастаймыз. То есть егер де мына точканы ниже закреп болатын болса, онда дальше пока что недельный имбаланстарға
тағы да глубокий коррекция күтемін, и потом уже сол жақтан ценаның поведениесін көреміз, и потом уже может быть лонг бастауым мүмкін. Екі вариант: либо осы ПДЛ шешкеннен кейін, то есть ПВЛ, либо уже ниже закреп, дальше ары қарай уже глубокий тест, и сол жақта уже ценаның поведениесімен. Пока что бізде жоғары жақта четкий подсказка бар. Ну, қалған нәрсе просто бізге четкий манипуляция, и дальше ары қарай уже фактор. Жалпы түсінікті деген үміттемін. Барынша лайк басып қолдап кетіңіздер, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Активіңіз жоғары болатын болса, күнделікті осындай пайдалы разборлар и бөлек бұдан да басқа стримдер жасауға тырысамын. Жалпы барлықтарыңызға сәттілік, аман болыңыздар. Торговля сәтті болсын.